Сәлем достар, біз бүгін ChatGPT-дің мұғалімдерге арналған ең керек екі фишкасын үйренетін боламыз. Мысалы, Word мәтіндеріміз осылай бір-біріне қосылып қалған, орфографиялық нормасы сақталмаған болып, кейде бір-бірінен ажырата алмай қиналып жатамыз. Осы жағдайда не істейміз? Осы мәтіндерді көшіріп аламыз дағыны, барлық бүкіл мәтінді көшіріп алып, ChatGPT-ге барып, сол мәтінді қоямыз. Қойғаннан кейін астына осы мәтінді орфографиялық нормаға сай етіп жазып бер деп жаңағы өзіміздің ұсынысымызды жібереміз. ChatGPT бізге осының әр әріптерді өз орнына ашып, абзацтарды, үтір нүктелерді, тыныс белгілерін дұрыс қойып, бізге әдемі мәтінді қайтадан өңдеп жазып береді. Оны біз осылай сол жерде тұрып белгілеп, көшіріп алып, қайтадан Word-қа апарып қойсақ болады. Немесе ChatGPT-дің өзінің көшіріп алу белгісін басып, оны қайтадан Word-қа апарып қоямыз. Содан кейін ары қарай өз жұмысымызды жасай береміз. Міне алдарыңызда Word-қа қойып тұрмын. Көрдіңіздер, әрбір әріптердің, әрбір сөздердің арасын ашып, абзацтарды бөліп, маған әдемі мәтінді жасап берді. Ал енді екінші ең керек фишкасы, мысалы осындай Google-дан немесе бір жерлерден скриндап алған суреттеріміздегі мәтіндер керек болады. Соны қолмен жазып отыратын күндерімізде болады. Соны ChatGPT-ға жіберіп, соның астына кестедегі немесе суреттегі мәтінді көшіріп бер немесе жазып бер деп оған өз ұсынысымызды қалдыратын болсақ, ChatGPT біздің суретімізде қандай мәтін тұр, соның барлығын жазып, әдемілеп көшіріп беретін болады. Міне көздерінше жіберіп отырмын. Кестедегі мәтінді кәдімгі текстте жазып бер деп ұсыныс жібердім. Міне маған кестеде қандай мәтіндер тұр, қандай сөздер тұр, соның барлығын жазып берді. Құрамына қарай негізгі зат есім, міне алдарыңызда тұр. Игіліктеріңізге жарасын.